Облыс әкімі елорда төрінен жеңіспен оралған маңғыстаулық жайдарманшыларды қабылдады. Серікбай Трумов жоғары лига ойындарында чемпион атанған Боранқұл командасының мүшелеріне алғыс хат пен 500 мың теңге сыйақы табыстады. Кездесу барысында жастар тәрбиесі, жайдарман ойындарын дамыту сынды тақырыптар талқыланды. Жайдарманшылар облыс әкіміне ризашылықтарын білдіріп, бұдан әріде көрермендерін қуанту үшін астарлы әзіл, қағытпа қалжыңымен өнерлерін шыңдауға уәде берді. Ал әкім жастарға үміт артылатынын еске салды. Маңғыстау командасы анау жаңағы бүкіл республикалық деңгейде бірінші орын алып келуі біз үшін қуаныш. Сондықтан тағы да сіздерді құттықтаймын. Мына шығармашылық табыс тілеймін сендерге. Ары қарай да жақсы биіктерден көріне беруіңізге мен шын жүректен тілектеспін. Біздің ертеңі, біздің енді өңіріміздің барлық жұмысына, қызметіне араласатын сіздер. Сондықтан сіздерге мен табыс тілеймін. Дендерің сау болсын.